Балалар, ұлттық ойынның бірі бес асық ойыны. Бүгін біз бес асық ойынын ойнаймыз. Бес асық ойынның негізгі мақсаты шапшаңдыққа, ептілікке, жылдамдыққа баулиды. Ал балалар, бес асық ойынның барысы қолымызда міне. Асықты жоғары қағып, қолымызбен келесі асықты алып аламыз. Сөйтеміз жағынан бұл асықты қойып қоямыз. Енді келесі жолы екі-екіден асықты қағып аламыз. Тағы да қойып қоямыз. Одан кейін тағы да шүйреміз асығымызды. Одан кейін енді астыңға лақтырған асығымызды қағып алып, екі-екеуден қоямыз. Одан кейін үшінші қайтара тағы шүйреміз. Ол кезде үш асықты қағып алып қойып, белгіленген асықты тағы жоғары қағып алып, төмендегі бір асықты қағып аламыз. Түсіндік па? Иә. Ойынның шарты. Ал балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарының бірі бестабан ойынымен ойнаймыз. Бестабан ойыны дәлдікке, жылдамдыққа, шапшаңдыққа, қырағылыққа үйретеді. Балалар, ойынның барысы ортада хан асығы тұрады мінекей. Жақ-жағына асықтар тізіледі. Қолындағы белгіленген асықпен осы ханның екі жағындағы асықтарды дәлдеп, көздеп, атып, тигізуіміз керек. Сөйтіп, кім көп асық жинаса, сол бала жеңіске жетеді. Балалар, ойын түсіндіңіз бе? Иә!